Так. Туын жарықтың көрмей атырмын. Жарығының 37 болып тұр. Көрініп тұр ма? 37. Негізі жаңа 39. Всем салют. Бүгін мен қатты шынын айтсам. Әлбеттеңіздер қатты ауырып тұрмын. Мен жосынам ауырып жатыр. Еті білмей өзінен өзі ісіп кеткен. Тіс дәрігеріне бару керек еді, оған уақыт болмай жүр. Білесіздер, мен басқа жұмыс таптым. Қазір сол жақта жұмыс жасап жүрмін. Қазір мен көрейінші, қызық болып тұр, қанша екен менің температурам қанша жоғары қан қысымы дей ма, не деп айтады енді. Дене температурасын қазір сіздерге өлшеп көрсететін боламын. Күте тұрыңыздар. Ал енді мен градусникті қойдым, міне қолтығыма қойып қойдым градусникті. Қазір көреміз дене температурасын қанша қызып тұрғанын. Қатты қызып тұрмын, бірақ мен антибиотиктерді түгел ішіп алдым, шын айтсам. Антибиотиктердің бәрін ішіп алдым. Үйде қандай антибиотик бар, бәрін ішіп алғансың ғой. Тұзбен шайып жатырмын аузымның бәрін. Білмеймін, онда жосын ауыру жоқ еді, мен қаяқтан пайда болған. Сонда да мен видео түсіремін деп шештім сіздерге. Бүгінгі мен тақырыбым сіздерге айтатын бұл ішті қалай кетіру. Қыздарға, әйел адамдарға, мысалы, көп салмақ қосып қоямыз, қыс мезгілінде көп салмақ қосылады. Және де мынау босанған әйелдердің іштері қалып қояды. Соны кетірудің ең бір, әрине отасыз кетірудің сіздерге әдісін көрсетейін деген едім. Қазір көрейік, қанша екен температурам, сіздерге көрсетейін, қанша болып тұрғанын. Жалпы енді тұра берсін, менде градусник тұра берсін, бірақ мен сіздерге айтайын. Ең бірінші әрине бұл диета. Диета ұстамасам мүлдем болмайды. Диетасыз ештеңе болмайды деп айтсам да болады. Әрине сіз майлы тағамдарды, газированный сусындар, көптеген қуырылған тағамдардың бәрін енді амал жоқ менюмыздан алып тастауымыз керек, ас мәзірінен түгел алып тастау қажет. Диетаға отырамыз, тағамдардың бәрін енді қуырмаған, салаттар көп жеу керек. Және де таңертең тұрасыз ғой. Таңертең тұрған кезде ешқандай су да ішпейсіз, ештеңе жеместен мына жаттығуды жасау керек. Бұл айтылады орысшада вакуум живота. Ішіңді вакуум сияқты тартасың былай. Тартқаннан кейін 3-4 минут тұрасың. 3-4 минут емес, енді бір минут асып кетсе, 1 минут тұрып ішіңе тартып тұру керек та. Тартып тұрғаннан барып жібересіз, жай босатып жібересіз. Бұл өте қатты көмектеседі. Мен де ішім, шын айтсам, көп салмақ қосып қойдым. Соны мен кетіріп жатырмын, үлкен бір көмегі тигізіп жатыр маған. Сіздерге көрсетейін қалай екен қазір. Міне сіздер ұйқыдан ояндыңыздар ғой, ұйқыдан оянғаннан кейін әлбетте ешқандай тамақ, ештеңе жемейсіз, су ішпейсіз. Осыны ұмытып кетпеңіз, вакуум, ішті жаттығу, вакуумды жасау керексіз. Яғни вакуум деген ішке қарай тартасыз да, ішіңізді. Мен қазір көрсетейін сіздерге, 1, 2, 3. Бірінші демалып аласыз да, демалып алғаннан кейін барып ішке қарай тартып, мына іштің бәрін бүйтіп ішке қарай тарту керек ішіңізді. Тартылмауы мүмкін басында, бірақ ештеңе етпейді, оны үйреніп кетесіз, кейін тартылатын болады. Бетіп тұрасыз да, өшім, көрініп тұрма өзі, бетіп тартып тұрасыз да. 1-2 минуттан кейін барып жіберу керек. Противопоказаниясы бар, яғни істеуге болмайтын кісілер, бұл жаңағы ішінде язвасы барлар, ішінде асқазан жарасы барлар, ішінде гастрит көп ауыратын кісілер, тағы не дейді, жалпы бұл жаттығу жасамайтын кісілер болады. Оларға жасаудың қажет жоқ. Бірақ диетаны әлбетте ұстауымыз керек барлығымыз. Барлығымызға негізі диета керек. Тағы көрсетейінші сіздерге. Міне ұйқыдан ояндық, тұрдық, ештеңе жемейміз, ішпейміз, суды мүлдем ішпейміз. Ішпей тұрып жасау керек. Егер су ішіп қойсаңыз, білмеймін қалай әсер ететінін.
тұрдың ба ұйқыдан, сразу кроватыңнан тұр да былай жасайсың. Міне мен тартыш, міне киінді. 1, 2, 3. Міне босатып тұрмын, не? Şimdi тартасыз болсын. Жай жіберу керек. Жай жіберу керек. Сіз сөйтіп жаңа бұлшықеттерді қайта-қайта жинауға көмектесесіз да. Или болмаса былай тұрсаңыз да болады да. Былай тұрып алсаңыз, мына жерде былай тұрып, мен бір видеосында көрген едім, Арнольд Шварценеггердің, атақты американдық видеоблогердің видеосынан көргем. Ол ішті әлбетте тарту керектігін айтады. Ол кісі былай істейді екен. Өзі тұрып алады, мындай қабырғаға тұрып алады да, денесін сөйтіп ішін тартады екен. 1, 2, 3. Мен тез жеріп қойып жатырмын, негізі 1 минут, 2 минут ұстау керек, сол кезде әсер береді. 1, 2, 3. Жібереміз. Осылай жасайтын болсаңыз, сізде ешқандай қарын салбырауы болмайды, бұлшықеттеріңіз салбырап кетпейді. Әрине бұл көбінесе іштің салбырауы туған әйелдерде көп кездеседі, өйткені оларда диастаз қалып қояды. Диастаз деген мына жердегі бұлшықеттер, диастаз деген осы жердегі бұлшықеттер. Біз әйелдер бала көтерген кезде бұл созылады да, ішінің бәрі созылып, органдардың бәрі орнына ауысып, содан кейін бір созылғаннан кейін бұл бұлшықеттер де созылып кетеді. Сондықтан бұлшықеттерді қайтадан орнына келтіру үшін осы вакуум животаны жасау керек. Бірақ енді бұл бала босанғаннан кейін сразу жасауға қажет жоқ. 1-2 айдан кейін жасаса болады. Бірақ ішті әлбетте көбісінде қалып қояды негізі ше. Іштеген көбісінде қалып қояды. Қанша әйелдерді көріп жүрмін. Бірақ мен өте қызығамын, іші қалмайтын кісілерге. Плоский болып жүретіндер бар ғой, кейбіреулер ше. Мүлдем іштері жоқ. Бүйтіп ішін тартып жүрем екен, болмаса корсет киіп ала ма? Кәне не болды? Градусын көтерейінші, қанша болған. Туын жарықтың көрмей атырмын, тым жарық жоқ мына жерде. 37. Ровно 37 болып тұр. Көрініп тұр ма? 37. Негізі жаңа 39 болып тұрған. Мен қайта-қайта дәріні ішіп бастым температурамды. Масқара білмеймін не болған, өзімнен қызып, бүкіл денем ауырып, суық тигізіп алдым жұмыста. Мен бір есімде жұмысқа барған кезде душқа жуынып алдым, зал жақта не қосылып тұр екен, желдеткіш, ауа салқындатқыш қосылып тұр екен, кондиционер. Соның қасына өтіп қалды, содан ба деп ойлап отырмын, суық тигізіп алдым ба. Енді емделу керек. Ал достар, мен сіздерге айтқанымда жаңағыдай вакуум животаны жасауымыз керек. Ұйқыдан тұрғаннан кейін сразу. Тағы да айтамын. Суп, ештеңе жемейміз, ұйқыдан тұрғаннан кейін. Міндетті түрде осылай ішті тартамыз, бүйтіп тұрасыз да, бүйтіп еңкейіп тұрасыз да, ішіңізді тартасыз. 1, 2, 3. Сөйтіп жібересіз. Ешқандай жоқ. Бір күніне 3-4 рет жасап тұрсаңыз, бұлшықеттеріңіз кішкене жиырылып, әдемі болып қалады. Менде ішім бар, негізі семіріп кеттім жаман. Соның бәрін сол қайта қайтарғаным, осында вакуум живота жасап, мен ішімді қайта қайтардым. Сонда сіздермен құпиямды бөлісіп жатырмын. Енді бұл ешқандай құпия емес, көбісі жасайтын көрінеді. Мен әлеуметтік желілерден көріп жатырмын. Сондықтан да осы вакуум животаны, ішке вакуум жаттығуын жасауды ұмытпаңыздар. Күнделікті жасап жүріңіздер, қыздар, әйел кісілер болса, тіпті жігіттер, сіздерге де керек. Қарын салбырап жүрген ол кімге, мысалы ше, білмеймін, кімге ұнайтын, бірақ ешкімге ұнамайтын көрінеді. Бірақ енді қарын салбыратып жүргендерді ұнататын бар ғой, бірақ сонда да мысалы гимнастикаға баратын жоқ, тренажерный залға баратын кісілер әлбетте қарын осылай көбісі тартып жүреді.
осылай ішіңіз қалып қойып жатса, сразу пресс жасайтын болсаңыз ішіңізге, да, ол кезде сіздің қарныңыз кетпейді, наоборот ісіп тұрады, пресстер көрініп тұрады. Сондықтан пресс жасамас бұрын әлбетте вакуум животаны ішке вакуумды жасап, содан кейін барып іш кеткеннен кейін, плоский болғаннан кейін прессті жасай берсеңіз болады. Көбісі қателеседі, прессті жасауға болмайды, пресс ішті кетіріп аласыз, осылай вакууммен тартып, осылай тартасыз, тұрасыз, тартып алғаннан кейін іш кеткен кезде ғана барып пресс жасайсыздар. Абылай болмайды негізі. Деніңіздеріңіз сау болсын, сіздерге өмірлеріңіз ұзақ болсын, және барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Қазағым көп болсын, қазағым аман есен болсын, қазағымыз көбейе берсін, және де бүкіл адамдарға барлығына жақсылық тілеймін. Барлығы бақытты болуға лайықты. Көп рахмет сіздерге.